Қайырлы кеш достар баршаңызға. Ассалаумағалейкум. Бүгін мен сіздерге нәпсі туралы кішкене әңгіме айтқым келіп отыр. Ой қозғағым келіп отыр сіздермен. Білесіздер, нәпсі деген не екенін. Көп адам мұсылман болған соң біледі, нәпсінің не екенін. Бізде негізі екі дұшпан бар екен. Біреусі шайтан, аузубиллах, екіншісі нәпсі. Біз керісінше ойлаймыз, адамдарды дұшпан жау деп, өзіміз біреулерді ренжіп, біреулерге жаман ой ойлап, жамандық істеді деп, соны өзімізге жау дұшпан алып аламыз. Негізінде бізге дұшпан ол шайтан мен нәпсіміз екен. Яғни біз нәпсімізді қалай жеңеміз, қалай аузубиллахты жеңеміз, сол кезде біздің өміріміз жақсыға өзгереді. Неге біз нәпсіні жеңе алмаймыз? Себебі біздің иманымыз әлсіз, рухани біліміміз аз. Егер бізде рухани білім көп болса, иманымыз мықты болса, онда біз нәпсіні жеңе алатын едік дегім келеді. Себебі нәпсі деген мысалы темекі шекпеймін, шегуді тоқтату керек еді деп айтып аламыз да өзімізге, бірақ шеге береміз. Не үшін шеге береміз? Себебі іште біздің ерік жігеріміз мықты емес, және өзімізге деген сенімділік жоқ. Өзіміздің денсаулығымызды ойламаймыз, сөйтеміз да аламыз да біз шегуді ары қарай жалғастыра береміз. Сонда бір жақ ойыңыз, таза ойыңыз айтады, болды, таста, керегі жоқ дейді. Жаңағы нәпсіңізбен аузубиллах айтады, нағыласын тастап шеге бер, түкте қылмайды, бәрі шегіп жатыр ғой, сен үйреніп қалдың бұған, шекпесең басың ауырады деген сияқты неше түрлі сылтаурады сізге айтып тұрады, іштей сыбырлап тұрады. Сіз соның қайсысын айтқан істейсіз, ол сізге байланысты. Нәпсінің айтқан істеп кетесіз ба, немесе періштенің айтқан істеп тура жолға түсіп темекіні тастайсыз ба, ол сіздің өз еркіңізде, өз құзырыңызде. Яғни айналып келген кезде нәпсіні жеңу үшін адам өзіне мықты болу керек, иманы мықты болу керек. Осы жерде айтайын дегенім, қазіргі кезде мынау көп нәпсіні сындыра алмағаннан, нәпсісін жеңе алмағаннан көп адамдар қиналып жүр. Біреусі құмар ойын ойнайды, қояйын десе қоя алмайды, нәпсісін жеңе алмайды. Біреусі арақ ішеді, ол еріккеннен жетіскеннен ішпейді, нәпсісін жеңе алмай жүр. Біреусі барып жаңағыдай жаман зинақорлық жасайды, ол да жаңағы нәпсісін тия алмай жүр. Сонда қарасаңыздар, ыңғай жаман нәрселер істеген кезде адамдар оның бәрі нәпсінің қалауын істеп кетеді екен. Шайтан аузубиллахтың айтқан істеп кетеді екен, ойлап қарасаңыздар. Сонда мен айтайын дегенім, біз неге жақсы нәрсеге істемейміз, жақсы нәрсені? Неге біз иманымызды күшейтпейміз? Себебі біз Аллаға сеніміміз аз. Тілімізбен айтамыз, Аллаға сенеміз деп, бірақ жүрекпен айтпаймыз. Бәріміз Аллаға сенеміз ғой деп айтамыз, бірақ та жүрекпен айтпаймыз. Жүрекпен айту үшін адам намаз оқу керек. Намаз ол иманның ең күшті, мықты, тұғыры белгісі. Бізді Алла тағала 5 уақыт намаз оқыңдар деп парыз бұйрық етті. Бұйрықты орындайды ғой әскери адамдар. Сол сияқты бізде оны 5 парыз болғаннан кейін, бұйрық болғаннан кейін осы намазды оқуымыз керек. Намаз оқысақ, ораза ұстасақ, зекет садақамызды берсек, қажылыққа Меккеге барсақ, тілімізді калимаға келтіріп, ля иляха иллаллах Мұхаммед Расулаллах деп айтатын болсақ, 5 парызымызды орындайтын болсақ, әлбетте біздің иманымыз күшті болады, жаңағы рухани дамимыз. Біз Аллаға жақындаған кезде көп нәрселерді бізге Алла жеңілдетіп қояды. Оның барлығы тегін істелетін нәрсе, біз керісінше оны қиындатып қоямыз өзімізге. Оңай нәрсені қиындатып аламыз да, өзіміз сосын жүреміз, шеше алмай. Енді азғантай осы оймен сіздерге бөліскім келді. Айтқым келгені, нәпсілеріңізді жеңе біліңіздер. Нәпсіні жеңе білу үшін адам иманы күшті болу керек, өзінің ерік жігері, сила воля дейді ғой, сондайсы мықты болу керек, өзіне сенімді болу керек, және алға қойған мақсат болу керек. Адамда мақсат болса, өмірі мәнді, сәнді болады, және соған қарай жылжып отырады. Мақсатсыз адам, бұлбұлсыз орман деген сияқты мақсат қоя білмесек біз алдымызға, онда жай күнделікті тамақ ішіп, ұйықтап,
дәретханаға барып, осы екі ортада, кухня мен дәретхананың ортасында өтеді өміріміз. А бізге Алла тағала 24 сағат уақытты босқа берген жоқ, иә. Намаз оқуға соның 1 сағат уақыты кетеді екен. Сол 1 сағат уақытты біз неге, не себептен, не үшін Аллаға арнай алмаймыз? Соны өздеріңізге сұрақ қойыңыздаршы. Мен өмірге не үшін келдім? Менің миссиям қандай? Алла мені не үшін жаратты? Мен нені қалаймын? Осы сұрақтарды қойсаңыздар, өздеріңізге және шынайы жауап берсеңіздер, көп сұрақтың жауабын аласыздар. Бүкіл сұрақтың жауабы біздің өзіміздің ішімізде. Біз оны сырттан іздеп жүреміз. Енді айтайын дегенім, мен аздап ақындық өнерім, потенциалымды ашып жатырмын. Білім алып, өзімді зерттеп, өзімді танып, Алланы танып, сондықтан сіздерге осы өмір сынақ деген өлеңді оқып бергім келіп тұр. Себебі осы көп адамдар қазір кішкене сынақ келсе қиналса, жаңағыдай сынып қалады, Алла тағалаға күпірлік айтып қояды, неге мен өстіп қинай бересің, неге менде осындай бола береді деген сияқты пендешілікке салынып күпіршілік айтып қоямыз. Негізі біз күпіршілік айтпай шүкіршілікті көп айту керекпіз, күнделікті өздеріңізге шүкіршілік дәптерін арнап 5 шүкіршілік жазып жүріңіздер. Бұл сіздерді Аллаға жақындатады. Шүкір етсең арттырамын деді. Шүкір еткен сайын сіздердің жолдарыңыз ашылады. Әр нәрсенің қадірін білетін боласыздар. Соны айтқым келеді. Енді өмір сынақ деген өлеңімді мейірім махаббатпен қабылдаңыздар, оқып берейін. Тағдыр бар неше түрлі адамдарда. Басқа салса көнбеске амал бар ма? Біреуді баламен сынақ берсе, біреуді жан-жарынан алып кетеді. Біреуді қарызбенен қинайды кеп, әр сынақтың артында өсу бар деп. Бәрі де өз қалауымен болады екен. Өзіңе сен қам жеме, жігерлен сен. Арақ ішет күйеуі себеппен бір, түсіне алмай жолдасы күйіп пісет. Біреуі құмар ойнап тағда жүр, бәріне де себеп бар, түсіне біл. Түпкі себеп балалықта жатады екен. Түбін қазсақ майдалап шығады екен. Әр оқиға өзінше сабақ болады, сабақ береді, түсінсең сен оны жеңілденеді. Басқа түспей түсінбейді ешкімде бір. Әліптің артын бағып түсініп біл. Дұға қыл, Алладан естиді дұғаңызды. Алақанды бос қайтармаймын деді өзі. Осы өлеңді мұқият тыңдасаңыздар, осы өлеңнің ішінде біраз нәрсе, пайдалы нәрсе жатыр. Яғни өмір сынақтардан тұрады. Алла тағала бізге сынақты не үшін береді? Сынақты бізді пысысын деп, жеңіске жету үшін, мүмкіндікті көру үшін, көзімізді ашу үшін, айналамызға басқаша қарау үшін бізге сынақтар беріп отырады. Өмірде ақ пен қара қатар жүретін сияқты, бізде сынақ болмаса, өмірімізде бәрі идеальны болып жүре берсе, біз жақсының қадірін білмей қаламыз, Бұлай қазақша айтқанда дандайсып кетеді деп айтады ғой, есіріп кетеді деп айтады. Сол сияқты болып кетеді. Сондықтан Алла тағала бізге қиындықты да, жеңілдікті де, қуанышты да, қайғыны да ақ пен қара сияқты бірге қосып береді. Бізді өмірді жақсы түсіну үшін, әр нәрсенің қадірін білу үшін солай жасайды. Алла тағала өте кешірімді, ұлық, аса мейірімді, ол барлығын біліп көріп тұрады, сезіп тұрады, естіп тұрады. Сондықтан мен сіздерге айтатыным, әр күні таңертең ұйқыдан тұрғанда, көзіңізді ашқанда, Аллаға шүкір, әлхамдулиллах, ұйқыдан аман есен тұрдым. 12 мүшем сау, денім сау, бала-шағам қасымда, жататын үйім бар, жейтін тамағым бар, Аллаға шүкір деп шүкіршіліктеріңізді көбірек айтып жүріңіздер. Сонда сіздерде сынақта аз болады. Адам қалай шүкіршілік етеді, қалай әрекет етеді, Аллаға жақындайды, Алла сіздің барлық бұл дүниелік тіршілігіңізді жеңілдетіп қояды. Алла разы болу үшін мен не істеймін, не істей аламын деп сұрақ қойып, соған әрекет етсеңіздер, бұл дүниелік тіршіліктеріңізді Алла реттеп қояды екен. Осындай алған инсайттармен сіздермен бөліскім келді. Назар бөліп тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.